Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқудан 73-ші сабақ. Бүгінгі тақырып Қожекеңде қонақта. Бүгінгі сабақта оқиғаның дамуын түсінесің. Мәтін үзіндісін басқа үлгімен салыстырасын. Бірінші тапсырма: Алдаркөсе Қожанасыр жайлы не білесің? Оларға қатысты сөздер ойластыр. Алдаркөсе мен Қожанасыр туралы мультфильмді көр дейді балалар. Аңыз әңгімелерде Алдаркөсе өзінің асқан айлакерлігі арқылы мұратына жетіп отырады. Қожанасыр кейде дана, кейде ақымақ, кейде аңғал, кейде қу, кейде өткір тілді болып келеді. Көптеген қалжың сөздері әсерлі және тәрбиелік мәні өте зор. Өмірде болған адамның басынан өткен әңгімені аңыз дейді. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Оқиғаның дамуына мән бер. Қожанасыр мен Алдаркөсе. Қожанасыр мен Алдаркөсе Ыстықкөл жағалауында келе жатып, Алдаркөсе Қожанасырдан: «Қожеке, мына көлден неше шелек су шығар екен?» деп сұрапты. Қожанасыр қандай жауап берді деп ойлайсың? Қожанасыр ойланбастан: «Осы көлдей шелек тапсаң, бір-ақ шелек шығады» деп жауап беріпті. Қожанасырдың жауабына өз пікіріңді білдір. Қожанасыр дұрыс жауап айтты деп ойлаймын. Ол өзінің даналығын көрсетті. 3 сом. Бір күні Қожанасыр Алдарға: «Мына 3 сомға бір қой сатып әкел» депті. «Жарайды» дейді де Алдар бір қойшыға келіп: «Ата, мына 3 сомға бір қозы берші» деп жалынады. Қойшы қуанып бір қозы береді. Біраздан соң Алдар қайтадан келіп: «Ата, 3 сомды да қозы да сенікі, маған бір тоқты бер» депті. Қойшы қуанып бір тоқты береді. Біраздан кейін Алдар қайтадан келіп: «Атажан, 3 сомда, қозы да, тоқты да сенікі болсын, маған бір қой бер» депті. Қойшы қуанып: «Таңдағаныңды ал» дейді. Алдар қойды Қожекеңе әкеліп беріпті. Оқиғаның дамуындағы өзгерістерді анықтаңдар. Олжалы болған кім дейді балалар? Суретке назар аударсақ, Алдаркөсе 3 сомға алдымен қозы алды. Оны тоқтыға айырбастады. Соңында қой алып келді. Ол өзінің ақылды айлакерлігімен мұратына жетеді. Бұл жерде олжалы болған балалар Қожанасыр екен. 5-ші тапсырма: көрген мультфильмдер мен мәтінді пайдаланып берілген пікірлерге нақты дәлелдер келтіріңдер дейді балалар. Бұл жерде Алдар ақылды, Қожанасыр тапқыр. Мультфильм мен мәтінді салыстырамыз. Мультфильмде Алдар атты ұрламақшы болған ұрыларды қорқытып, оны өз иесіне қайтып береді ақылдылығымен. Ал Қожанасыр үйіне келген ұрыларға қосылып, өзінің дүниесін тапқырлығымен аман алып қалады. Ал мәтінде Алдаркөсе 3 сомға қойшыдан алдымен қозы алып, соңында Қожанасырға қой апарып береді. Ал Қожанасыр Алдаркөсенің сұрағына: «Көлдей шелек тапсаң, бір шелек су шығады» деп тапқырлықпен жауап береді екен балалар.